Қайырлы күн, достар. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен кез келген салатымыздың дәмін келтіретін картофельді пай рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше сіздер де дәл осы рецепт түрімен жасап көрсеңіздер болады. Бізге ең әуелі орташа көлемді картоптар қажет болады. Осылай аршылып жуылған картоптарымызды майда үккіштен ақырындап біркелкі етіп қолымыздың көмегімен осылай баса отырып өткізіп дайындап аламыз. Одан кейін үккіштен өткізілген картоптарымызды мұздай сумен 5-6 рет қайтара ақ көбігі кеткенше жақсылап жуып аламыз. Себебі картопымыздың крахмалы сумен бірге ағып кетуі керек. Егер крахмалы қалып кететін болса, онда біздің картофельді пайларымыз майда дұрыс қуырылмайтын болады. Сол себепті 5-6 рет қайтара таза сумен жуып аламыз. Жуып алған картоптарымызды кез келген майлығымызды төсей отыра суы сорғу үшін осылай майлыққа біркелкі етіп барлығын жайып шығамыз. Одан кейін жарты сағат уақытқа суы сорыққанша қалдырамыз. Осы уақыт аралығында қызып тұрған майымызға бір уысын салып, осылай дәл видеодағыдай қуыра отырып қызарғанша даярлап аламыз. Достар, егер дәл осы рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Әрбір пікір менің дамуыма өз әсерін келтіреді. Сол себепті мені қолдап отырыңыздар. Міне, біздің өте керемет болып шыққан картофельді пайларымыз дайын. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Дәл осы рецепті описание бөлімінен таба аласыздар.